Құдалар мен құдағайлар, Мәншік құдағай бастап, Нұржамал құдағай қостап, Нұрболат құда, Гүлбану құдағай, Қарлығаш құдағай, Азамат құда, Ақтоты құдағай, Назар құда, Шынар құдағай, Еркін құда, Алифия құдағай. Өздеріңіз орда қалдырайын. Құдалар мен құдағайлар, той құтты болсын, келіңіздер ордаға. Әулетсен құдағайлары, тойымыз құтты болсын. Көңілді, беймен, ортада құдағайлар. Іздеймін мен, үмітті үзбеймін мен. Қарақаттай мөп-мөлдір сол көздерді, өртеніп жанар мұнда, ұмыта алармын ба? Бақыт болған бал дәурен сол кездерді. Құдағайлар, қош келдіңіздер. Қарақат көздер ай, бақытты кездер ай, оралшы қайтадан көктем болып. Көздер ай мөлдіреген, көрген жан елжіреген, сен аққу келерсің көктем болып. Рахмет. Той құтты болсын, келіңіздер. Қош келдіңіздер. Бүгінгі жақсылыққа, қуанышқа келген құдалар мен құдағайлардың тілегін тыңдайық. Микрофон өздеріңізде. Бастайық. Тыңдаймыз. Бастайық. Ал құрметті қонақтар, бәріңізде қош келіп жатсыздар. Құдағай. Мынау жайылып жатқан дастарханыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Енді біздер кенже көміз 17 жыл жұмыс жасадық бір орында. Ан жерде Анар бар, бір көп қыздар бар, Тұрсынгүл бәріміз. Сол қыздардың ішінде мен кішкентай ғана санитарка болып жасадым. Ең первый бізге кенже оқу бітіргенсе, сол келген бойда акушарка болып жұмыс жасады. Өміріміз бірге өтті, 17 жыл бірге жүрдік. Сөйтіп жүріп арасында Ақбүйсен құда келді бір күні. Қағып кетті әйтеуір ол, қалай еткенде де. Ол ешкімге қарамайды. Жұмыстан келеді, сағат түнгі 12 ма, 2 ма, 1 ме, рот приемда батыр десе, жоқ. Апатай шақырып шығыңыз. Ол күнде қайдан білейін соңынан құда болатын. Айналып келгенде құда болды. Дос болдық. Енді. Рахмет. Жасың құтты болсын, денің сау болсын. Қосағыңмен бірге өміріңіз бірге өтсін. Аман болыңыз. Балдарыңның қызығын көріңіз. Жайылған дастарханың тек қана жайылған дастархан тойға жайылсын. Ғұмырлы болыңыз, бақытты болыңыз. Ал енді құрметті тойшы қауым, бәріңізде мына біздің құдамыз бен құдағайымыздың мерейлі жасы, жаңа 60-қа жеткен де бар, жетпеген де бар, ағайын туыстары, бүткіл өз жұрты, қайын жұрты деген сияқты бәрі де жақсы игі тілектер айтты. Сол тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Аллах тағала сіздерді қамқорын алсын, қолдап қорғасын әр уақытта. Мына бала шағаларыңызбен бірігіп, міне осындай жақсы үлкен зәулім сарайда жасап, қуанышыңызды бөлісіп жатсыз. Көп-көп рахметімді айтамын құдағай, құда. Алла тағала осы көрген тәрбиеңіз, мына ата-енеден, ілкі өзіңіздің әке шешеңізден алған ұяңыздан ұшып, сол осы біздің құда мен құдағайдың шаңырағына келіп, мына үлкен әулеттің жаңағы үлкен келіні, дана келіні
дара келіні болып, елге сыйлы болып, осылай еңбегіңіздің жемісін көрсетіп, міне коллективтеріңізбен барлығы сіздің еңбегіңізді, дос жарандарыңыз барлығы жақсылығыңызды айтып жатыр. Сол тіл көзден аман болыңыз. Мына 3 балапаныңыз сізді қорғап, осылай өсірдіңіз, өндірдіңіз, дүнияға әкелдіңіз. Міне жетістігін көріп жатсыз. Соның жетістігі ұзағынан болсын. Көрген жақсылықтарыңыз тек барлық осы баланың қуанышы болсын. Қайғы бермесін. Аллах тағала дендеріңіз сау болып, отбасыларыңызбен аман болыңыз. Сізге Құдағай мәңгілік махаббат, шаңырағыңызға адал ризық, сізге отбасыларыңызға амандық, балаларыңыздың саулығы, уайым қайғысы өмір берсін деймін. Көп жасаңыз, Алла бергенін көпсін берсін, тіл көзден аман болыңыз. Көп рахмет. Қалдырмай осындай, енді сіз біздің құдамыздан кейін енді шаңырақты ұстап отырған Дүйсен құда мен Ақмарал құдағай болғанмен, мен өзіңіздер өртіңізді бөлек көрем. Орындарыңыз үлкен сіздің. Алғашқы қадамда аттап қызымды алып кеткен өздеріңіз. Сондықтан сіздің орындарыңыз бөлек мен үшін. Алла сыйласын, ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын, махаббаттарыңыз мәңгілік болсын. Құтты жасыңыз болсын. Қыз алғандар, қыз бергендер сөйледі ғой. Қыз алғандар. Дұрыс. Сөйледі ме? Болды. Күшті кім? Әлді қандай болып тұрып айттық. Менен қыз алғандар сөйлесін. Ал, қош келдіңіздер, құдағайдар. Тыңдайық. Алында. Тойшы қауым, қош келіп жатсыздар. Қыз бергендер ме? Қыз алғандар, қыз бергендер бөлініп кетіп пе, не болып кетті ал? Ал, тыңдаймыз. Құдағай, тойдарыңыз құтты болсын. Құдағай, сізге зор денсаулық тілеймін. Ауырмаңыз, солай жылтырап жүре беріңіз. Құданың қасында, балдардың қасында, балдар аман болсын. Небе бәрі аман болсын. Сол жақсы болсын бе, бәрі жақсы бе, ойып жатыр. Құдағай, туғаныңыз құтты болсын, бүгінгі мерейлі 60 жасыңыз. Жасыңызға жас қосылсын, жамбылдың жасын берсін. Сізге біріншіден денсаулық тілеймін, деніңіз сау болсын, аспаныңыз ашық болсын. Балдарыңыздың немере шөберен қызығын көріңіздер. Құдамен ұзақ өмір сүріп бірге қартайыңыздар. Той қаласын. Осылай нанымыз көп болсын, аспанымыз ашық болсын, осылай тойлап кездесе берейік. Ал, тыңдаймыз ағайындар. Ал енді тойшы қауымына құдағайымның 60 жасына қош келіп жатсыздар. Енді құдағай жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Осылай тек ортамызда жарқырап, аман есен жүре беріңіз, Құдай екеуіңіз. Сіздерге тек өмірдегі бар жақсылықты, қуанышты тілеймін. Аман болыңыздар, осындай тек қуанышты дастарханда аман есен жүре беріңіздер, Құдай екеуіңіз. Енді мен мына құдамның кіші қызын алып отырмын. Өзі ерке қыз. Мен енді еркетайым, өзім еркетайым. Құдағай. Енді бәрі жақсы болсын, енді Құдағай. Аман болайық. Жастан жасқа тола беріңіз, балдарыңыздың қызығын көріп, немере бағып, тек Құдай екеуіңіз тек ақжаулық ана, ата болып отыра беріңіздер. Құрметті қожағауым, бүгінгі мына құдағайымыздың мерейтойына келіп жатыр. Мерейтойың құтты болсын. Алланың берген жасына жет. Мана жақсы тосылы айтып, Алланың құлағына шалсын. Мен өзім мына Ақшан құдамен кенже құдағайдың ауылдасымын, бірге өсіп бірге жүрген. Бұлардың үлкен қызын алып отырмын. Өлеңтінікімін. Жақсылық болсын. Жақсылық үшін ішіп қойыңдар.
Құрметті тойшы қауым, мынау бүгін құдағайымыздың мерейлі 60 жасы құтты болсын. Деніңіз сау болсын, аман болыңыз, балаларыңыздың қызығын көріңіздер, құдай екеуіңіз. Өзіңіз сияқты сабырлы да салмақты тұңғышыңыз Зухраны маған келін етіп бердіңіздер. Сіздерге мың алғыс, басым дейім. Қандай да болмасын, шаруамыз болсын, қонақтығымыз болсын, осы екі баламыз осында бәрін атқарып өздері шауып жүреді. Өте ризамыз. Рахмет сіздерге, сондай қыз тәрбиелеп берген біздерге. Сіз бақытты анасыз. Ұрпақтарыңыз жайыла берсін, қызықтарын көріңіз. Немерелеріңіз көбейе берсін. Құдай екеуіңіз аман есен бір жастықта қартаюға Алла нәсіп етсін. Құтты жасыңыз болсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым, құдағай, қуаныштарыңыз жағынан болсын деймін. Құдағай, жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, осы ағдасы қандай жақсылыққа жайсын деймін. Біздер енді мына Фариданың қайын жұрты боламыз. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Ал құдағай, келе жеткен мерейлі жасыңыз құтты болсыңыз. Осы құдағай екеумізге тек денсаулық тілеймін. Бірінші отбасыңызға амандық, бар жақсылықты жаңа көрсетіп жатсыз, немерелердің қызығын көріңіз, шөбере көріңіз, ұзақ жасаңыздар, ғұмырлы болыңыз. Құтты болсын. Жаңа айтып отыр ғой, біздер мына жерде жеңгем Фаридан жақтан келіп отырық. Ағамыз Өтеп, Тасқала, Мереке ауылынан, бұрынғы Крупский. Сояқтан келіп отырған жайымыз бар. Құтты болсын, бере жасыңыз. Ал құрметті тойшы қауым, бәріңізде мына құдағайымыздың жақсылық дастарханына қош келдіңіздер. Ал енді құдағай, жасыңыз құтты болсын, мерейлі. Тек деніңіз сау болып, құдай көңіз өмірдегі бар жақсылықты бірге көріңіз. Тек немере қызығын, жиен қызығын, тойын тойлап, солардың жүре беріңіздер. Енді біздер жаңа айтып жатыр ғой, Фариданың абысыны болам, қайын жұртымыз. Қайнағасы, мен абысынымын, қайным келіп тұрған Еркін деген келінім Альфия. Енді ата-анамыз өмірден осып кетті, орнына енді біздер басып қалдық. Рахмет, осылай құдалардың қасына отырғызып, төр беріп жатқандарыңызға, төрге отырғызып жатырғандарыңызға. Осылай сіздердің де көргендеріңіз қызық болсын, төр болсын, той болсын тек. Сіздің шаңырақта той бола берсін, біздер тойға келе берейік. Рахмет, қош келдіңіздер. Болды. Ағым айт десе айтады енді. Ал енді құдағай, сіздің осындай зәулім сарайдағы тойларыңыз құтты болсын және ұзағынан болсын. Сіздер үлкен әулет, үлкен шаңырақ, жаңа айтып өтті, қайталайтын ештеңесі жоқ. Фарида біздің абысынымыз, сіздерден қыз алып, міне бүгін құдағай деген атқа жаңағы үлкен кісілердің үстеліне отырып, естен кіріп жатырғанда қараймын ғой, бірінші стол деген бізге өмірімізде таңсық. Енді біздер сол төмен жақтағы 10, 12, 24 деген столдарға отырғанбыз ғой осы уақытқа дейін. Әрине, ол енді бұл да бір статус, бұл да бір биіктік. Біздер үлкендердің артынан із басып келеміз. Сіздер сияқты өздеріңізден тараған ұрпақтарыңыз үлкен бір шаңырақ ұстаған әулет болсын, ата-аналарынан алған тәрбиелерін, қыздарыңыз да, келіндеріңіз, ұлыңыз, немесе күйеу балдарыңыз, сіздер сияқты сіздерге тартқан бір мықты, тұғырлы шаңырақ болсын. Ата-ананың басты арманы бала тек ата-анасымен бақытты. Сіздер әрдайымда осылай шалқып, ортада тек қызықтан қызыққа тоймай, балаларыңыздың бар жақсылығын көріп, мәртебелеріңіз артып жүре беріңіз. Тек тойда кездесейік. Көп рахмет, әмин. Ал, айтайық онда. Біздер айтып жүрек, айтып жатыр ғой. 4 күн алысқанымызды айтамыз құда.
Негізінде 2009 жылы үйленген мен. Осы алып келуге, осы құдам бар келді, Ақбөсен құда. 4 күн тойлаттық. Жаңбырлы. Есте қалатын той, бір 20-30 жылда бір келетін тойда болды. Ана жақта 2 күн той, мына жақта 2 күн тойладық. Рахмет сізге. Керемет, қазір шүкірміз, отбасылымыз, баламыз бар, балдарымыз бар. Аллаға шүкір. Әр жағынан 3 ұрпағымыз бар, 3 жігітіміз бар. Рахмет. Енді рахмет. Ахмет, жеңешеме қарағаныңызшы сен. Рахмет. Сіздер жаңа танысып жатқан жоқсыздар ма? Кәдімгі әңгіме айтыпсыздар мына жерде тұрып алып күшті болып. Құдағайларға қол соғып қойыңыздар, той құтты болсын. Қош келдіңіздер. Енді дәл осындай әдемі тоймен біздің ортамызға келіп тілегін білдіріп жатырған сіздерге ерекше алғыс. Екі елдің басын қосқан жастар бақытты болсын дейміз ең бастысы. Жастардан жақсылық көріңіздер, қуаныштарыңыз құтты болсын. Құдағайларымызбен естелікке суретке түсіп алайық. Бұл кісілерден қалай сұраймыз, беретін болса беріп тастайды ғой сөздер. Қош келдіңіздер. Ал естелікке суретке түсеміз құдағайларымызбен бірге. Назарымыз ортада болсын. Коллектив! Облыстық перинаталды орталық! Қошемет шапалақтарыңыз! Жүз он бірінші кабинет қай жерде? Приемға записке келгем. Ай Алла. Қайда? Баяғы шай ішіп отырған болар. Олар да тек шай ішет, әңгіме соғат. 110-нан 20? Иә, қазір. ¿Qué? 111-ға сен басың ғой. Сенен кейін мен болам. Соңы кім екен? Менен кейін боласың, короче. Соңы кім 111-ге? Мен де двойный, мен тек Фатима Захарына кіріп шығам. Жоқ, мен тек бірдеңе сұраймын да шығам. Бәріміз де сұраймыз да шығамыз, көкесі. Не істеп жатыр, шай ішіп жатыр ма олар? Соны кім екен соны? Ауылдан келгем, ауылдан. Соңы кім 111-ге? Сен артынан бұла қойынлады. Қыздар, олай ұрыспаймыз. Қазір врач қабылдамай қалады. Лучше бәріміз дружно айқайласпай отырайық, сол кезде бір-бірден жайлап кіреміз, ема? Сол үшін бір би билеп жіберейік. Қошемет шапалақтарыңыз, коллектив! You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Коллектив молодцы! Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You
Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Рахмет. Қол қойыңыздар, коллектив. Рахмет. Ақбөсена, келіңізші. Мұнда апан Кенжепанға саңызшы. Кенжепан жанына отыра беріңіз деймін, Кенжепан жанына. Ортаға отырыңыздар. Ойлаш, осындай әйелің болса Ақбөсенаға. Оя. Коллектив, вообще, сөз жоқ, супер. Қол соғайық коллективке. Рахмет. Так, стоп. Қазір асықпаңыздар, билегендер, өнер көрсеткендер қалсын ортада. Сіздерге арнайы той иесі Ақбөсен ағамның атынан әдемі номер көрсетіп, әдемі ортаға көңіл күйді көтеріп шығып жатырған сіздерге. Той құтты болсын дейміз. Ой, бәрекелді. Ай, фотоға түсейік та. Фотоға. Бірінші аяқ ауырлар түссін деп атын ғой. Сіз солай тұра беріңіз, сенеміз сізге де. Рахмет, той құтты болсын. Дені сау ана, дені сау ұрпақ. Жұмыстастар, мықтысыздар. Көп рахмет. Аяқ астынан томпиып бір қайдан шығып кетті. Ертең бірсі күні босанатындар. Алла қуат берсін сіздерге. Аман сау жандарың қалсын. Ал енді азда болса көптей көріңіз мына асаба өзі. Рахмет. Ал. Айы күні жетіп тұрғандар ғой. Я, рахмет. Олеш, роддомда бәрі билеп жүрсе күшті емес пе бәрі? Сізге берейін. Биді қойып берген хореограф сіз ғой. Рахмет, қол соқ қойыңыздар. Өзінің портмонесі бар кәдімгі атын. Рахмет, той құтты болсын. Ал, бес коллектив, облыстық перинаталды орталық. Барлығымыз ортаға әдемі тілек алаңына шығайық. Кенже Ғалымжан қызының жұмыстастары. Қош келдіңіздер. Өзгермепсің қызғалдақ. Қош келдіңіздер. Шабылы құрмай! Қызғалдақты сізге арнап, гүл сыйласам жарай ма? Көйлек гүл жара, ойнағаның қара, шашың тарам-тарам, сағынғанда жаман. Көйлек гүл жара, ойнағаның қара, шашың тарам-тарам, сағынғанда жаман. Келді. Көп рахмет. Қош келдіңіздер. Ал әріптестердің әдемі тілегін тыңдаймыз. Қош келдіңіздер. Барлығымыз әдемілеп, назарымызды ортаға бұрайық, әріптестердің тілегін тыңдайық. Қош келдіңіздер. Ал, өзіңізден бастаймыз. Ал енді құрметті мына Кенженің жолдасын Бақыт. Ақбөсен достары, тумалары, бірталай айтыңыз tweetтеріңізді. Кенже қандай екенін айтыңыз. Енді қайталамайын мен оны. Мен айтатын енді кешіріңіз. Жартылай орысша, жартылай қазақша айтамын. Кенже, сөйлеймін. Енді сен қандай екенін айтты бәрі де. Бірақ сенмен бірге бірталай жұмыс істедік екеуміз. Сен әйел адамдарда не әңгіме болады ғой. Былай семья жайлы, бірақ
семьян өте жақсы. Семья жақсы болғаннан, в основном все зависит от женщины. Женщина, если хочет, чтобы семья была хорошая, и семья будет хорошая. У тебя хорошая семья, хорошие дети. Вот. Любимая теща ты. И любимая свекровь. Это уже много обо всем говорит. И да, как человек, ты очень хороший. Человек с большой буквы. Я хочу сказать, что мы с тобой много проработали. Вот. Сен қандай екенін білеміз, бәрі де білет. Саған дейтін денсаулық. Мына балаларың сені тек қуанта берсін. Ұрпақтарың тек қуанта берсін. Дендері сау болсын. Саған тек қана денсаулық. Құрметті қонақтар, баршаңызға қайырлы кеш. Кенже, туған күнің құтты болсын, осы толып жатқан жасың құтты болсын, қуанышты, бақытты күндерің көп болсын. Осы уже 15 жылдан көп болар да, бірімізді білеміз, танимыз да. Осы Кенже сондай жақсы адам, өте әдемі, қайырымды. Бүгіндікке басқа жағынан ашылып жатыр бізге. Кенже ақын екенсің. Өте қуаныштымыз. Енді деніне саулық тілейміз. Осылай бақытты болып, жанында әрқашанда ақбесен болсын. Жиен немерелерінің ортасында қыз бала, келін күйеулерінің қасында осы болсын. Өте қуаныштым мен осындай бақытты көруге да. Немножко волнуюсь. Все, бәрі жақсылықты тілейміз. Кенже, келесі жылы пенсияға шықпа. Пенсияға шықпа, мен құсап 78-ге шейін жұмыс істе. Так, осы, сейчас я скажу, я просто хочу. Кенже, осы біздің ұжымымыздың, бөлімшеміздің атынан саған көп-көп рахмет. Ал құрметті тойшы қауым, бүгінгі дейтін жиналып жатырған үлкен мерейтой біздің Кенже Ғалымжанованың дүниеге келген күні 60 жасқа толып, бәрімізді осы жерде отырғаны бар, отырмағаны бар, жұмыста жүргеніміз бар, бәрімізді қуантқан күн. Үлкеніміз бар, кішіміз бар, сіздің алдыңызда қазір бүгінгі мерейтойда қызмет етіп жатырық қой. Бірақ менің өзімнің сізге деген бір бөлек жүрегімнен шыққан жылы лебізім, сізге үлкен рахмет айтам. Осы 15 жыл бұрын осы жерге жұмысқа келгенде, ең бірінші осы кісімен отырғызды мені. Одан кейін өзімнің семья жағдайымда бір кішкене қиындық болып, осы кісі өзіме ана ретінде қанша тілегін айтты, қанша жұбанышын айтты, қанша жылы сөздерін айтты. Сол жылы сөздерден кейін Кенже Ғалымжанованың орны менің өмірімде өте ерекше. Сондықтан сізге үлкен рахмет, деніңіз сау болсын, көрер қызығыңыз көп болсын. Осы бірге кабинетте отырғанда екі қызымен ұлын айтып отыратын еді, Шерхан мен менің білетінім Зухра. Ортаңғы қыздың атын білмеймін, бірақ қызыңыз бар екен білем, ортаңғы қызыңыз. Шерханым үйленсе, Зухрам тұрмыс құрса деген әңгімесін айтқанда, өзіміз кішкентай дүниеге, баламыз дүниеге келсе де, соларға ойланып, мысалға үлкен кісінің тілегін естіп, сөздерін естіп, ойланып отыратынбыз. Жайлап сол жолмен, сол ізбен келе жатырық. Алла қаласа тоже сіз сияқты балдарымыздың қызығын көрейік.
Сіздің де көрер қызығыңыз көп болсын. Әр балаңыздан, қызыңыздан көрген қызығыңызға тоймай, осы жерде шауып жүрген немере жиендеріңіздің тек қызығын көріп отыра беріңіз. Бейсен аға қасыңызда аман жүрсін. Үлкен алғысымды айтам сізге. Жаңа жұмыстастар коллектив именно отделение бойынша айтып жатыр ғой енді. Мен ол жақтан қазір кетіп қалдым. Мен өзім жүрегімнен айтып жатырмын. Тағы бірдем айтайын түрін ұмытып кетпін. Кешігіп келген себебім? Жоқ, мен ертең деп жүрмін. Мен ертеңге дайындалып, ертеңге бетімді бояйтын жерге жазылып, макияжға жазылып, нән гүл заказ беріп, ертеңге күшті болып, бүгін жолдасымен екеуміз кешке ужин ішейік, бір жерге барып деп, екеуміз кешке ужинымызды ішіп, кішкене виномызды ішіп, марқайып отырсақ, мына кісілер жазады, қайдасыз деп. Шошып кеттім, жантыласып, ұмыт кеткен сияқтын деп, алып Кенже Ғалымжанның записін қарасам, жетісі деп бақырайып тұр. Таста бәрін деп, ана жерге лақтырдым да үйге, мына жер тұрам. Үйге тек шауып келдім де, киіндім де, ат шықтым. 10 болса да. Сондықтан думаю, ең соңғы келген кісіге қонақ подарка береді деді дейсің ғой. Ойнаймын ғой. Аман жүріңіз. Сіз үшін өте қуаныштымын. Алда бана айтты ғой, күшті сөз айтты. Жасыңызды бөліп айтпайық, алдағы жасыңыз ұзағынан болсын. Фатима Захаровнаны бір жерін тыңдайтын жер бар негізгі. Можно, әлі денсаулығыңыз бар, басыңыз бар, қолыңыз жұмыс жасайды деген сияқты. Жаңа тек өз жерден естіп жатырмын. Сіз вообще оны маған айтқан жоқсыз. Ауылда роды қабылдағансыз ғой. Оны айтқан жоқсыз маған. Сондықтан ризамын сізге. Рахмет. Рахмет, осы сәт пайдаланып кешігіп келген қонаққа сыйлық ұсынайық. Қош келдіңіз, той құтты болсын. Рахмет. Жалғастырамыз ба? Тыңдаймыз. Роза Рымбаева. Ал енді тойшы қауым, қуанышқа келіп қалдық. Қуаныштарың ұзағынан болсын. Ақбесен Кенже. Мен енді жұмыстаспын. Бірге жұмыс жасадық. Қазір енді пенсиядамын. Құрметті демалыстамын. Қуанышың құтты болсын, жасың құтты болсын, семьяңмен аман бол, бақытты бол, қосағыңмен қосағар, ұрпақ қызығын көріп, әдемі ғұмыр кешуіңе шын жүректен тілектеспін. Ұзағынан болсын. Тыңдаймыз. Ақбесен Кенже, енді қайырлы дастархандарыңыз болсын. Кенже, жасың құтты болсын, денің сау болсын. Көп-көп рахмет. Пенсияда болсақ та қалдырмай шақырып атқаныңа. Келсін, бұйырса, аман жүрейік, иә. Сіздерге енді екеуіңізге тек бүткіл жақсылықтың бәрін тілеймін, балдарыңызға тек бәйтерек болып отыра беріңіздер. Кенже екеуіміз енді бір шама, екеуіміздің кабинетіміз бірдей болды, бірдей жұмыс жасадық. Ризамын. Екеуміз бірімізден сұраймыз ақыл. Көп-көп рахмет. Аман жүр. Немерелеріңіздің қызығын көріп. Көп рахмет. Қош келдіңіздер. Ал қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Бүгін керемет тойға келіп отырмыз. Бүгін Кенженің туған күні. Кенже біз екеуміз сонау 83 жылдан таныспыз. Медучилищеде бірге бастап оқыдық. Бұл өзі кішкентай бір, сол бітіріп келген жыл шығар енді. Кішкентай қыз. Енді міне бүгін мен қазір пенсиядамын. Өстіп қалдырмай коллективтен шақырып отырғанға көп-көп рахмет. Саған тек қана денсаулық тілеймін. Денің сау болсын. Ең бірінші. Еңбегің жемісті болсын. Жанұяң аман болсын. Осындай қуаныштар керемет. Мына бауырларыңмен, тумаларыңмен, құда жекжаттарыңмен, мына коллективмен жасап жатқан мындай қуаныштарың тек көбейе берсін. Арттарынан ерген ұрпақтарың аман болсын. Солар сіздерді, жолдасыңыз екеуіңізді тек жайнатып, құлпыртып, ойыстап жүре беріңіз. Келесі жылы Алла қосса аман есен сол. Мына зейнеткер жасыңа жет,
өйстіп құлпырып жүре бер, аман бол қашанда. Көп рахмет. Қосыламыз ба? Рахмет. Нәрестесі бар адам сөйлесін қолында. Пока пенсионер айтып болған шеме уже босамсадым. Кенже, огромная просьба, не уходи, пожалуйста, на пенсию. Мен кіммен шай ішем, мен күнде сені утром кім сені встречать етеді. Кенже өзім қасында, менің сондай близкий человек, мой доверенное лицо. Мен өте жақсы көрем. Кенже очень грамотная акушерка, умная, поэтесса, комсомолка, красавица. Вот. И просто человек с большой буквы. Просто диплом жетпей қалды, Ақбисен не вовремя забрал. Акушер-гинеколог, она и врачебные дела делает, и как акушерка очень грамотный человек. Кенже, енді сен білесің, как я тебя люблю. Кенже күнде мен сөзіме күліп отырады. Айтам, көп күлме, а то маршинка болады деп. Не маршинкасы шықты. Да, это все я виновата. Кенже, туған күн құтты болсын. Енді, на самом деле, я твою семью полностью знаю. Семьяна тек бақыт тілеймін. Ақбисен ағаны тоже жақсы білем. Вы очень хорошая семья. Дети у вас прекрасные. Ну, пожалуйста, пенсия кетпеш. Туған күн құтты болсын. Остальные бәрі қосылады. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Осылай алтын уақыттарыңызды бөліп, осы ата-анамыздың қуанышын көтермелеп келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Алғысымызды айтамыз, аман отырыңыздар. Енді ата-анамыздың осы кісілердің енді екеуіңізге де 60 жас қой. Бірнеше күн бар арасында. Ең бастысы сіздерге денсаулық тілеймін. Денсаулық болсын, осы ұл қыздарыңыздың қызығын көретіндей, шөбере қызығын көретіндей денсаулық берсін. Сондай ұзақ ғұмыр кешіңіздер. Бар жақсылық тілеймін. Әрдайым осылай біздерге қамқоршы болып, ақылшы болып, аман есен отыра беріңіздер. Біздер енді мағадан айтып жатыр ғой, енді ұл қыздары деген біздер енді қыз күйеулеріне жатамыз. Біздердің ешқандай қатысымыз жоқ. Осы жерде ұйымдастыру бәрін істеп отырған осы Шерхан мен Аружан. Біздердікі жаңағы осы кісілердің алып кел апарып таста дегенмен жайлап көмек жасап жүрген жағдайымыз бар. Той қаласын, мерейлі жастарыңыз құтты болсын. Құрметті қонақтар, енді уақыт біраз болып қалыпты. Соңына дейін отырып, сыйластық танытқандарыңызға көп алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі кешке бәріңізде қош келдіңіздер. Барлығыңызға бас амандығын, деннің саулығын, жанның байлығын деген сияқты жақсы тілектерді тілеушіміз. Көргенімізге қуаныштымыз. Аман есен үйлеріңізге жетіп алуға тілекшіміз. Алыстан келгеніңіз бар, жақыннан келгеніңіз бар. Бүгін енді мама мен папаның, маманың 60 жасы мерейлі. Кішкене 60 жас дегенді ерте деп, әлі көп бар деп ойлап жүрген мен үшін кішкене қабылдауға уақыт керек болып жатыр. Ата-анамның 60-қа келгені. Енді осы қалпыңызда арамызда аман есен отыра беріңіздер. Мына сопыштың артынан ере берсін, осының қызығына тоймай, немеренің қызығын көріп, шөберенің қолынан май жалау бұйырсын. Дендеріңіз сау болсын, мен тек қана сол денсаулықты тілеймін. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, бір үйде 5 әртіс өмір сүреді. Оның біреуінің тілі шықпаған,
оның мамасының өнері бар еді, оны да сабыр сақта деп әйтеуір қалған өнер көрсетушілер жеткілікті деген сияқты. Әйтеуір концертті тамашаладыңыздар. Біз ойлағаннан да жақсы шыққан сияқты. Осы жерде Қуаныш ағаға көп рахмет. Осы тойды бұйырса ютубқа салып, бұл енді бір уақыттың еншісіндегі тарихта қалатын, ұзақ уақытқа жаңа естелік болатын дүние деп есептеймін. Қуаныш аға, ғұмырлы болыңыз, жасап жатқан істеріңіздің барлығына береке тілеймін. Енді мамаға өзімнің семьямның атынан сыйлығымды табыстайын. Табыстамас бұрын енді мына жерде Болатбектің ата-анасы да, менің ата-анам да осы қараша айында дүниеге келген. Алдағы келер жастарыңыз, папа мама, осы жерде мен де тілегімді сіздерге айтайын. Отырған орындарыңыз төр болсын, алдағы жастарыңыз берекесімен келсін, жақсылығымен келсін. Осылай біріңізден кейін біріңіз туған күн тойлатып, жақсы дастархандас бола беріңіздер. Енді өзім отбасым атынан мамаға мойнына алғы алтын алқа жетіспейтін, соны табуға рұқсат етіңіздер. Ана, мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархабатым. Ал енді ассалаумағалейкум, тойшы қауым, баршамызда осы үлкен тойға қош келдік. Сіздерді де қош көрдік дейміз. Ал енді өзім жаңағы күйеу баласы боламын, есімім Арман. Ал папа мама қуаныштарыңызбен құтты болсын, мерейлі жасыңыз құтты болсын, жастан жасқа тола беріңіздер. Әрқашан осылай ортамызда отыра беріңіздер, ақылшы болып. Енді өздеріңізге белгілі, ортамызда жаңағы айналаңызды таспен емес, доспен қоршаған жандарсыздар. Әрқашан шыны керек, қол ұштарыңызды беріп, көмектеріңізді аямайсыздар. Әркімге болсын, оның бірі біздер мысалға рахмет айтамыз шынымен де. Осындай Дамирадай қызды дүниеге әкеліп, ай десе аузы, көз десе күн десе көзі бар, көркіне ақылы сай қызды тәрбиелеп бергеніңізге рахмет айтқым келеді. Осыдан 2018 жылы тойда да айтқанмын сіздерге рахметімді. Текті жерден қыз алдым деп, оның бәрі манағы сіздердің достарыңыз айтқандай қиын заманда 90 жылдары қиындыққа мойымай жаңағы осындай ұл қыздарыңызды тәрбиелеп өсіргендеріңіздің өзі тектілікке жатады деп санаймын. Сол кездегі барлықтарымыздың ата-анамыз сол жылдары енді балалық шағымыз сондай заманға келді ғой. Өзімде анам отырып, баршаңызға рахмет айтқым келеді шынында. Сол кезеңдегі балдардан соған сол қиындыққа мойымай өсіріп, осы егеменді елде өмір сүріп жатырмыз. Енді айтады ғой, су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады деп, ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады деп. Осы жерде әдемі тілектер айтылып жатыр, барлығы шын жүректен айтылып жатыр деп сенем. Періштенің құлағына шалынып тек орындала берсін. Қолдарыңыз алтындай, шынымен де жаңағы дүниеге бала келіп, оңай нәрсе емес. Сонымен қатар және қабілетіңіз бар, жаңағыдай ақындық ән шығаратын, өлең шығаратын. Қазақта айтады жаңағы батырды дола елдің бірі туады деп, ақынды Құдай жаратады деп. Сол себепті сізінде бір Құдай ерекшелеп жаратқан деп ойлаймын. Баршамызда енді осы тойға қош келдік, қуаныштымыз. Тек аман есен көрейік, баршамыздың жүздеріңізді, көздеріңізді, күніміз таусылмасын. Егеменді елде көк туымыз желбіреп, келешек ұрпақ аман есен өсіп, тек той тойлап, қазағымыз тек мықты болып жүре берейік.
Құрметті қонақтар, барлығыңыз қош келіп жатсыздар. Бүгін керемет кеш болған секілді. Барлық жаңа атсалысуларыңызбен. Мама, мерейтойыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Папа екеуіңіз бізді адал еңбекпен, маңдай термен өсіріп жеткіздіңіздер. Тек алда Алла тек ғұмыр берсін сіздерге, әдемі қартайып, немере шөбере көре беріңіздер. Енді сыйлығымыз 100 000 теңге. Ассаламағалейкум, құрметті қонақтар, ағайын туыс бауырлар, құда жекжат, дос-жарандар, барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Бүгін мен анамның мерейтойына сыйлап келіп, көтермелеп жатқандарыңызға көптен көп алғыс. Барлықтарыңызға алғысым шексіз. Айтар сөз көп, толқып тұрмын мен. 60 жасқа дейін әлі қайда деп жүредік, бүгін енді тойлап жатыр, дегенде уақыт енді зымырап жатыр. Өзімізде 30-ға келіп қалыппыз енді. Сіздерге мерейтойыңызбен енді құттықтамастан бұрын көп рахмет айтқым келеді. Осы күнге жеткізгендеріңізге. Енді сіздердің еңбектеріңізді ешқашан ақтап бітіре алмаймыз. Күреп әкеліп алдарыңызға әкелмесек те енді өздеріңіз үйреткен еңбекқорлықпен барымызды беріп жатырық, жасап жатырық, қолдан келгенін. Әрине оның барлығы аздық етеді, дегенмен де сіздерге көрсетер қызықтарымыз осындай немере шөбере. Арамызда ұзақ болыңыздар, сіздер барда біз әлі баламыз. Сіздерге зор денсаулық тілеймін, мама, папа. Мама. Ұзақ ғұмыр тілеймін сіздерге. Ауырмаңыздар. Дәл осы бүгінгідей қалай қуанып шаттанып жүрсіздер, әлі де осылай арамызда жүре беріңіздер. Көрер қызығымыз ұзақ болсын, көп болсын. Көп рахмет айтам барлықтарыңызға. Қуаныш аға, сізге отдельно алғыс. Көп рахмет. Сіз ұйымдастырмасаңыз мынаның бірі де қолымыздан келмеуші еді. Тамада, Нұрмұхан, көп рахмет. Кім атсалысқан барлығы бар, соның барлығына көптен көп алғысым шексіз. Мама, папа, туған күндеріңіз құтты болсын. Осылай той-тойлап жүре берейік. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Осы ақ дастархан тек сіздер үшін жайылған. Папа, мама, мерейтойыңыз құтты болсын, ауырмаңыздар. Барлық тілегім жүрегімде. Немере шөбере қызығын көре беріңіздер, ауырмаңыздар. Осылай тек барлық қонақтар той-тойлап жүре беріңіздер. Көрер қызықтарыңыз немере шөбере той болсын деймін. Рахмет көп.